Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге картоп қосылған чебуреки дайындаймыз. Ыдысымызға 1 бокал су құямыз. 2 ас қасық қаймағымызды қосамыз. Және де татымына қарай тұзымызды қосамыз. 2 ас қасық сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Массамызға ұн қосып, алдымен қасықпен араластырып аламыз. Кейін тағы да ұн қосып, қолмен жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды жарты сағат пакетке салып қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін қамырымызды алып, видеода көрсетілгендей етіп, кішкене дөңгелек бөлшектерге бөліп, дайындап аламыз. Барлық қамырды дөңгелек етіп жайып, ішіне салмасын саламыз. Мен салмасына картопты қайнатып, көк пияз араластырдым. Қамырдың шет-шетін қолмен басып, және де вилкамен де тағы басып шығамыз. Дайын болған чебурекиімізді қызып тұрған майда қызарғанша қуырып аламыз. Міне біздің чебурекиіміз дайын. Қамыр өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.